Жазарбаңды қыс сайла деген қыстың көзі қырауда ауыл шаруашылығын жақсарту жайы қызу талқыға түсіп жатыр. Кеше ғана Атамекен одағы Қазақстан ұлттық экономикалық палатасының кеңейтілген отырысында осы саланы тұсап тұрған түйткілдер табылып, оны шешудің тың жолдары талқыланған. Көптен бері назарға ілікпей жүрген фермерлер бұған өз ойларын қосып жатыр. Бұған дейін де дағдарыс жылдары кәсіпкерлерге бірқатар жеңілдіктер жасалып келді. Алайда барлығы бірдей қамтылған жоқ. Келесі қадам елдегі 200 мыңнан астам фермерлік қожалықтарға қолайлы жағдай жасау үшін жаңа агроөндірістік бағдарламаға қажет. Президиум төрағасы Тимур Құлыбаев осындай ұстанымда. Жобада сапаға басымдық беріліп, қаржыландыру қарастырылмақ. Ірі шаруашылықтар кепілдік қойып несие ала алады. Ал шағын кәсіпкерлер несиеге қалай қол жеткізеді? Оларда кепілдікке берері де жоқ. Оған қоса өнімі тегіс шығатынына сенім де жоқ. Осы ойды талқылау барысында тағы бір мәселенің басы ашылды. Ол өрістің тарлығы. Жайылымның көбі жекенің иелігіне өтіп кеткен. Осындай қиындыққа Павлодардағы шаруа қожалықтары да тап болды. Мал өргізген Мырза Жанарыс шабындық мүлдем жоқ деп қынжылар. Сыбаға бағдарламасы бойынша несие алмақ болған. Бірақ алдынан қағазбастылық деген пәле шығыпты. Елбасы бұл мал шаруашылығына көп тапсырмалар беріп жатыр. Соны төменгі әкімшіліктер сол жаңа бағдарламаны дұрыс жүзеге асырса, одан кейін қағаз басты мәселе ең қиын болып тұр. Мысалы, жаңағы өз атыңа жер алу үшін, жайылымдық жер алу үшін ең кем дегенде бір 10 жерге барып өтініш жазуың керек. Ауыл шаруашылығының айы оңынан туу үшін ірі кәсіпорындар арасында тепе-теңдік орнату маңызды. Сондықтан да арнайы топ құрылып кәсіпкерлердің тың ойларын жоғарыға жеткізіп отырады. Бұл өте маңызды шаруа. Өйткені халықтың 40%-дан астамы ауылда тұрғанымен, көбіне өз-өзімізді қажет өніммен қамтамасыз ете алмаймыз. Осы және өзге де мәселелер ақпанның соңында өтетін Атамекен съезінде тағы бір пысықталмақ. Оксана Лоскова, Ғабит Бөкенбайұлы, Нұржан Махмутов, Астана телеарнасы.